Күннің қайырлысы болсын. Ерекше бір рубрика бастап жатырмын мен үшін, видео форматтан тұратын. Бүгінгі тақырып жақында жұмыс жасаған бір ханымның нақты сессиясымен бөлісу. Қалай біз жұмыс жасадық? Ол ханымның басты проблемасы неде, мәселесі неде еді? Және соңында менің бұл өйткені көмек карталары бойынша жасалған жұмыс еді. Естеріңізде ме, мен диагностика өткіземін деп 2-3 күн бұрын жарнамалаған едім. Сол жарнама арқылы келе отыра өзінің қазіргі өміріндегі салаларын, ол денсаулық, ақшаға байланысты, отбасына, қарым-қатынасына, отбасыда қарым-қатынасына, өзінің еріменің қарым-қатынасына байланысты, жұмысына байланысты, және басқа адамдармен, достарымен қарым-қатынасына байланысты. Одан кейін даму процесінде не болып жатыр, өз-өзін дамытып жатыр ма деген сұраққа ол жауап алатын салада. Және соңғысы хоббиге байланысты еді. Бұл арнайы осы көмек карталы арқылы өтетін техника еді. Сол арқылы ол ханым қандай түсінікке келді және мәселесі шешілді ме, қандай мен рекомендация, өз ұсынысымды бердім. Немен жұмыс жасауға болады маман ретінде әрі қарай. Өйткені бұл жай ғана диагностика болды. Нақты қазіргі өмірімде не болып жатыр деген сұраққа жауап алды. Дәл осындай қалай ұқсас, былай айтқанда, мәселелер өте көп ханымдардың басты проблемасы осыда болады. Ол неде? Бірінші, өзіміздің кім екенімізді білмегендіктен. Өз-өзімізге қатысты біз ешқандай сұраққа жауап ала алмаймыз. Көбіне біз не істейміз? Басқаларды бірінші орынға қоямыз. Жаңағы айтқан ханымның проблемасы менің денсаулығым ата-анамның маған беретін мейіріміне байланысты. Менің денсаулығым балаларымның маған беретін емес, олардан алатын мейіріміме, олардан қабылдайтын мейіріміме, немесе олардың көңіл күйіне, жолдасымның көңіл күйіне байланысты дейді денсаулығым. Олардың егер маған деген мейірімін беріп, олардың көңіл күйлері жақсы болып жатса, менің денсаулығым да жақсы деген кішкене бір басында ұғым бар екен. Әрине, ол ұғымға байланысты өзімнің рекомендациямды бердім, бірақ бұл мәселеде жатқан дүние өз-өзімізге деген тұлға деп айтып жатамыз, өзімізді жеке дара адам ретінде қабылдау, әйел ретінде қабылдау дейміз де, нақты оның не екенін көбіне түсінбей жатамыз. Ол дегеніміз ішкі тірегіміз. Нақты менің денсаулығым, менің көңіл күйім, менің көзқарасым, менің пікірім, менің ойым басқа адамдар, ол сіздің балаңыз болсын, ата-анаңыз болсын, кім болсын, оларға еш қатысы жоқ. Болған сәттен бастап сіз түсінемін, егер ата-анаңыз ашу ыза болып отырған сәтте сіз көңілді отыра алмайсыз, ол ситуацияға байланысты. Бірақ әрдайым олардың көңіл күйлеріне байланысты сіздің де көңіл күйіңіз байланысты болмауы қажет. Ол дегеніміз не? Ол деген психологиялық тілінде сепарация, эмоционалдық түрдегі сепарациядан өту керек, бөліну керек. Бөліну процесі қалай өтеді? Мен тұлғамын, ол менің ата-анам, мен бұл кісілерді жақсы көремін, мен ол кісілерді сыйлаймын, құрметтеймін, ол кісілердің жайын жасаймын, оларды ойлаймын, бірақ мен тұлға ретінде өзімнің не қалайтынымды, кім екенімді және менің көңіл күйім бұл адамдардан байланысты емес екенін түсіне отыра бөліну. Бірақ сол қалыпта қалу, олардан бір қашып кету емес, басқа қалаға көшіп кету емес, ұзақта тұру емес, эмоционалдық тұрғыда. Осы көмек карталары арқылы келген былай айтқандағы тұжырымдамамыз неде болды? Бірінші сепарациядан өту, міндетті түрде ата-анадан бөліну. Ол көбіне әрине, қазір қарасаңыздар, менің балам мынандай, ол кішкентай кезден бастады, балаңыз 1 жасқа, 3 жасқа дейінгі аралықта болсақ, біздің бүгін ішіміз ауырды, біз бүгін ұйықтадық деген сияқты, баламен өзін ана көбіне қосып жібереді. Оның баланың іші ауырды, бала ұйықтады. Кешіресіздер. Сондықтан
бұл жерде өте маңызды дүние бөліну. Бірақ оған дейін оны түсіну. Шын мәнінде менің өмірімде осындай бар ма? Әрине, оған көмектеседі көмек картасы, және мен маман ретінде өз бақытымды беремін. Осындай рубрикалар сіздерге қызықты ма? Бір адамның тағдырын талдай отыра жауап күтемін сіздерден. Әзірше осы.